кезде адамның өмірін роботтар жеңілдетуде. Роботтар күнделікті өмірде, адамның тұрмыстық өмірінде, өнеркәсіпте, кәсіпорындарда адамның еңбегін жеңілдетуде. Сол себепті қазіргі мектептерде робототехника курсы енгізілуде. Бұл курстың басты мақсаты оқушылардың техникалық білімін дамыту. Яғни бұл курста оқушылар өздерінің конструкторлық білімдерін дамыта отырып, ойлау қабілеттерін дамытады. Дайын болған роботты бағдарламалау арқылы өздерінің информатика, математика, физика пәндерін игерген білімдерін қолдана отырып, роботты бағдарламалайды. Менің педагогикалық идеям, яғни оқушыларды робототехника курсында қадам-қадам бойынша оқушыларды дайындап, оқушылардың олимпиадалық түріне, сосын жобалық түріне оқушыларды дайындау. Яғни оқушылар бірінші қадамда олар конструкторлың түрімен танысып, өздері роботтарды құрастырады. Мұнда механизмдерді бір-біріне келтіре отырып, өздері белгілі бір роботты шығарады. Бұл бөлімде оқушылар өздерінің моторикасын дамыта отырып, өздерінің конструкторлық білімдерін дамытады. Яғни мұнда біз оқушылардың конструкторлық біліммен қатар ойлау қабілеттерін дамытады. Неге? Өйткені біз жарыстарға шыққан кезде оқушылар белгілі бір уақыт ішіндегі осы роботтарын ұсақ-ұсақ бөлшекке бөлсек те қайтадан жаңа роботты шығару керек. Бұл бөлімде өздерінің конструкторлық білімдерін дамытады. Яғни біз роботтың конструкторларын жинай отырып, Lego Digital Designer бағдарламасында роботтың 3D моделін жасаймыз. Яғни бұл бағдарламаның ең басымдылығы, яғни оқушылар өздерінің роботтарын жаңадан бастап құрады да, соңында экспорт жасаған кезде PDF форматындағы роботтың сборкасын жасай алады. Яғни бұл оқушылар жасай отырып, басқа сыныптың оқушылары осы сборка арқылы роботты құрастырады. Оқушылар өздерінің шығарған роботтарын программалайды. Яғни программалау робототехникадағы ең қиын бөлімдердің бірі, өйткені бұл бөлімде оқушылар өздерінің информатикадан, математикадан білімдерін қолданады. Яғни мұнда математикалық блоктарды қолдана отырып, біз роботтарға бағдарлама жасаймыз. Мини-сумо жарысының бір түрін көрсететін боламыз. Яғни бұл жарыста роботтар параметрлар бойынша 15-15 сантиметрден аспауы керек, және оның салмағы 1 килограммнан аспауы керек. Яғни жарыс басталмас тұрын ең бірінші карантин өтіледі, яғни карантин бөлімінде оқушылардың барлық параметрлар есептеледі. Роботтар карантиннан өткеннен кейін, яғни жарысқа допуск алады. Жалпы жарыс 3 раундтан тұрады. Қай робот ұтады, сол бізде 2-1 немесе 3-0 робот ұтқан, робот жеңімпаз болып табылады. Яғни бізде әртүрлі положенияда болуы мүмкін, яғни алдын ала жеребьевка бойынша жарыс роботтар былай қойылуы мүмкін, артымен және алдымен қойылуы мүмкін. Яғни екі команда өз келісім арқылы роботтың положениясын қоя алады.
Яғни бұндай жағдайда қайсы робот центрға жақын тұр, сол ұтады. Бізде мынау робот жақын, сонда 3-0, бізде Бекжан ұтты. Робототехника негізі екі түрге бөлінеді: спортты робототехника және жобалық робототехника. Екінші түрі, яғни жобалық робототехника, біз жоғары сыныптың оқушылармен бірге белгілі бір проблеманы ала отырып, сол проблеманы шешуге арналған роботтарды құрастырамыз. Бұл робот, яғни бұл робот бізде экологиялық робот деуге болады, өйткені бұның фильтрлары арқылы біз ауадағы шаң тозаңды жинай аламыз. Яғни бұл роботтың жұмыс істеу принциптері, яғни алдарыңызда тұрған кулерлар арқылы бізде тазартылады. Бұл біздің антидаст деген роботымыз, яғни бұл бізде 3 кулерден құралған жан-жақтан, яғни бұл бізде шаң сорғысының принципі бойынша істеледі, яғни шаң сору арқылы барлық фильтр арқылы шаң осы жерде жиналады. Яғни бізде кулерлар жұмыс істеуде, яғни барлық ауаны ішке тартылған кезде бізде барлығы мусорлар бізде мынау бөлікте жиналады. Бұл курстың басты мақсаты, яғни оқушылар бұл курсқа қатысқаннан кейін өздерінің техникалық білімдерін дамытады. Яғни курс соңында оқушылар конструкторлық білімдерін дамытады. Бағдарламалау арқылы оқушылар роботтың программасын құрады. Жалпы бұл курсқа қатысқан оқушылар өздері физика, техника, информатика, математика сияқты пәндерді кіріктіреді. Содан кейін спортта олимпиадада, яғни оқушылар уақытқа жұмыс жасай отырып өздерінің шапшаңдығын дамытады. Тез арада программа жазуға үйренеді. Ал жобалық олимпиадада, яғни оқушылар өздерінің жобаларын көпшілік алдында қорғай алады. Яғни біз жарыстарға қазіргі республикалық жарыстарда негізі қорғау ағылшын тілінде жүргізілгендіктен, яғни оқушылар қосымша ағылшын тілін игеруге ынта береді.